Өткен өмірді, келечекті, андан бола тұрған нерсені барды қарап, ойлап түсіндірген, ойлардың барды сүресін қамтыған өмірдің көп нерсеңіз барды ушул жерде. Мұны түсінгендер сүретін бер ғана қойып көз аш жақсы кез гүліп тұрады. Жоқ, бұл гүліп тұрғанды, мұның гүліш үшін қанша емгек қылып, қанша жыл ошол жерде отырып, ачкысын тағынып, алып, қайра қойып, оқып, ошол нерсені тақтап отырды. 10 жыл, 20 жылдық нерседе ошол нерсени ийгиленет. Өмір ака. Alo. Қайненің қызы бардың үйге? Қайратаңа звонит азыр. Alo. Жетелейген машина ұзын қаты жоқ. Көптірін кетті жеті бар. Балдар өмір емес деді. Өмірді басып өткен өмір деді. Өмір ақтай қара. Өмірдің артында жазылған нерсе қалады. Ал нерсені адам қайсымызды естесін. Өмірің бір қартайғанда, өмірің бір қайғырғанда, өмірің бір жақшылық менен шундай баратқанында, же болса бір жақшылыққа болған мезгілде адам өткен өмірін естесін. Башка мезгілде еш қачан біз өмірді қайталабайбыз. Жүрө беребиз. Эртең тамак ичип жүрө беребиз. Бирок ошол өткөн өмүрдө биз качан бир кайгырганда, кубанганда, болса бір асманды қарап, шындай башыбызда бір иш түшкенде, асманды қарап, жылдыз қарап жатқанда, мен да ел қатар жашап тұрмын, ел қатар өмір сүріп тұрмын, жаманды көрбеп тұрмын. Мынау жеткен ийгилигим елдің артында қадір бақытым бар екен деп адам ошондой ойлойсун. Жаман эмес экен деп. Эми анан кийин адам баягы алыс жолго жүргөндө эстейт. Алыс жолдо барат, өзүнүн өткөн өмүрүн эстейт. Мен да ушундай өттүрмүн, жакшы өттүрмүн. Эми бизге муну берип аткан нерсенин баардыгы бул кичинекей нерсе болгон менен мунун ичинде 80 жылдык оор жүк бар. Хан бола алат ар бир адам дейт. Кыргызда макал бар. Ар бир адам хан болуп, хандын тагына отура алат дейт. Бирок ошол хандын тажысын көтөрүш кыйын дейт. Себеби ошол хандын тажысына тагына отургандан кийин, хандын тажысына койгон, кийгенден кийин ханын тажысында ошол элдин салмагы, ошол жердин элдин бардык мүшкүлү ошол тажысына дейт. Ошону көтөрүш керек дейт. Ошону көтөрүшүн көтөрө албастан тактан тайып калгандар бар дейт. Мына бизге моуну алып келип берип аткандан кийин биз бул өтө баалуу нерсе, өтө сыймыктуу нерсе. Бул мына 80 жылдык өмүрдүн ичинде басып өткөн ыссы, суук, жакшылык, жетишкен ийгиликтердин бардык ушул жерде. Муну биз баалашыбыз керек. Муну эл биз эмес, бизден башка мамлекеттер, башка элдер дагы ушуга жетпей жүрөт. Ошон үчүн биз бул колубуздан келишинче Өмөр аканын бүгүнкү ушул нерсесин биз баягы көлөгөн арыктын бир тамчы суусу бүгүн келип канча даракты көгөрткөн болсо, канча коткорду көгөрткөн болсо, биз ошондо эстеп жүрүшүбүз керек. Муну ушул чыгарган чыгарманы, ушул нерсени. Ошон үчүн муну берип атканда жөн эле карап койбостон, ушул нерсеге баа берели. Өмөр ака, 80 жашыңыз кут болсун, Кудайым сизге өмүр берсин, ыйман ырыс берсин, бакыт талай берсин, дайыма жакшылык берсин. Себеби сиздин баскан жолуңуз, сиздин жүргөн нерсеңиздин баардыгы биздин эмес, биздин балдарыбызга сабак болсун, үлгү болсун. Андан кийин биз үчүн сыймык болсун. Себеби башка райондордо, башка элдерде онор сорун биздин Коткор айылынан, Базарлыгын жеринен деп туруп, биз айтканга балдар сыймык адам болсун. Элдер таппай жүрөт. Өмөр аканы бир жерге апарып, жылкы союп, сүйлөшөй деген адамдар болгон. Алар жете албай жүрөт. А биз Өмөр аканы чай ичип отурабыз. Бул эң чоң семиш. Рахмат. Алым силер алым. Балдарга берип коюп көрсүн деп Qanday oladi? Dayindan o'ta. Bunda turib o'zini kellan. Archib turib. Shunday qo'ydim bugun. Yaxshi janozlar bilan tuvanlar bor. Juda yaxshi o'tiramiz, xursand qilamiz.
O şeyde böyle tarttı mı? Televizyon tarttı mı tartkan çok boşul demeli. Tarttı mı? Adam deme TYK çakırıp da